Сәлем достар, егерде үйде кремнен қалған клейге, яғни сливке болса, осы кексті жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Кеттік. Алдымен 4 жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап қантымыз ерігенше, формасы 2 есе ұлғайғанша араластырамыз. Біздің жұмыртқамыз осылай әппақ болып көпіргеннен кейін, оған бөлме температурасындағы тұрған сары майымызды қосамыз, 200 грамм клейгейімізді қосып араластырамыз. Одан кейін бірінші ұнның бір бөлігін қосамыз, қопсытқышымызды қосамыз, барлығының жақсылап басын біріктіреміз. Одан кейін қалған бөлігін қосып, жұмсақ қоюланған қамырды жасайтын боламыз. Сонымен қатар қыздар, мен жоғарыда өте дәмді пиццаның рецебін қалдырамын, сілтемеден өтіп жасап көріңіздер. Енді осындай шоколадымызды ұсақтап турап қосамыз, шоколадтың орнына мейіз қоссаңыз да болады. Пешімізді жаймендеп қыздырып бастаймыз. Диаметрі 21 см болатын формада 180 градуста 40-45 минут кексіміздің беті қызарғанша асықпай пісіріп алатын боламыз. Піскеннен кейін оны жақсылап суытып, осылай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бөлінген бөліктердің үстіне шоколадты ерітіп, әдемілік үшін осылай оюландырып, әдемілетіп шығамыз. Мінеки достар, біздің шоколадты кексіміз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса маған лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын!